тақырып бірінші жыныстық қатынасқа дайындалу. Бұл видео қыздарға да, жігіттерге де өте пайдалы болады деп үміттенемін. Жалпы бірінші жыныстық қатынас өте маңызды және де оған көп көңіл бөлу керек. Неге? Себебі мысалы қыздарда, көбінесе практика бойынша қыздарда бірінші жыныстық қатынас жақсы болмайды және де бір травма болады. Және де ол болашақты жыныстық қатынасқа үлкен бір ләззат алмауына үлкен бір себеп тигізуі мүмкін. Сол үшін қыздар бірінші жыныстық қатынасқа бірінші басталғанға дейін бүкіл ізденіп, кішкене осындай видеоларды қарағаны дұрыс. Енді жыныстық қатынас ең бірінші айтарым, сізді жыныстық қатынасқа ешкім сізді итермеуі, сіз оған мәжбүрсіз, сіз оған кіруіңіз керек деп сізге ешкім айта алмайды. Сіз оны білуіңіз керек. Ол тек сіздің ғана шешіміңіз болу керек. Сол үшін қыздар, біреу маған айтты, жігітті мысалы мен ол кетіп қалады, оны мен жоғалтамын, ол мен жақсы көрмей қалады деген ойды алып тастаңыз. Сізді жақсы көретін жігіт сізді қаншалықты күтеді. Күтпесе ол сіздің бұйырғаны емес. Немесе сіз оған ислам жағынан, шариғат жағынан ол сізге үйлену керек, және де үйленген соң сіздің бірінші жыныстық қатынасыңыз болады. Және де сол бірінші жыныстық қатынасқа кіру үшін сіз әрине бір дайындалып істеуіңіз керек, екі жақтан, сіздің және күйеуіңіздің. Енді бірінші қалай дайындалады? Қыздарға кеңес. Қыздар, ең бірінші ол психологиялық тарапына сіз оған ең бірінші жігітіңізге сеніп, денеңізді еркін ұстауыңыз керек. Қорқу, қысылу деген сенімді кішкене артқа қойып, оған бір жұмыс жасауыңыз керек. Сол үшін не істеу керек? Жігіттер, сіз қызды көп уақыт қыздырып, оған кішкене көңіл бөлуіңіз керек. Қыз бір моментте физиологиялық тарапынан бір секундта қыза салмайды. Оған кішкене суды жылытқандай кішкене жылытып жүру керек, кішкене көңіл бөлу керек. Сүйіп, кішкене мысалы оны массаж жасаңыз мысалы қыздың мүшесіне кішкене көңіл бөліп, мүмкін сіз қолмен немесе тілмен кішкене бір оны еркіндететін бір қыз толығымен сізге сеніп, толығымен өзіңді еркін сезіну керек. Ол өте маңызды. Себебі бірінші жыныстық қатынас еркісі қызды көп соған мән беру керек, мән бөлу керек. Енді мысалы қыз мысалы рахаттанып, өзін еркін сезгенсе, сіз ақырындап мысалы нені дайындалу керек? Ең бірінші сіз смазка, арнайы бір аптекада, любой аптекада сатылады, арнайы бір смазка, ол мысалы лубрикант тағдалтылады, немесе гель, интимдік. Осындайға жыныстық қатынас қыздығы ауыртпау үшін, максимально сізге бір еркі және де тез өту үшін сол әрекет, сіз сол смазканы қолдағаны дұрыс. Себебі жалпы қыздарда болашақта ол өзінің қызу бастағанда смазка бөлінеді өзінің анатомиялық тұрғыдан. Бірақ сол смазка бірінші қатынаста қыз кішкене қорқады, қобалжып тұрған, сол үшін смазка бөлінбеуі де мүмкін. Сол үшін сондайды алдын ала сатып алыңыз. Екіншіден, қорғану. Қорғану мәселесі енді бірнеше факторлардан байланысты. Әрине, сіз мысалы үйленсеңіз, сіздің күйеуіңіз әйеліңіз болса, ең дұрысы әрине еркісі, біздің енді қоғамда еркісілер көбінесе оның алдында жыныстық қатынасы болған, оны біз ұялмайық айта берейік, ол болған нәрсе, және де көбісі, енді мен әркім айта алмаймын, бірақ основное большинство адамдарды айтсақ, көбісі жігіттерде уже жыныстық қатынас болған. Мысалы, сол жігіттерді алсақ, әрине ең бірінші, ең жақсы ол анализ тапсырып, инфекция өзі таза ма, таза емес па, арнайы бір дайындалу керек. Және де, мысалы, соған, айта кетсем, көбі мемлекеттерде, шариғат болатын елдерде, көбінесе күйеуге шыққанға дейін екеуі де анализ тапсырады, екеуі де таза болады деп соған дайындалады. Енді, мысалы, осындай болмаса,
мүмкін біздің қоғамда әртүрлісі болады. Мен сексолог ретінде айта беремін. Ашық ол презерватив арнайы бір қорғану тәсілін алу керек, ұстану керек. Мысалы, жігіттер мысалы мүшеқап дейді да, соны қолданып, смазканы қолданып, сондай бір жыныстық қатынасқа дайындалу керек. Енді осы бір жыныстық қатынасты айтсақ, қыздықты айтсақ, ол бірінші күннен, бірінші реттен мүмкін болмауда мүмкін. Оған кішкене екі жақтан бір сабыр, кішкене өзіңізде уақыт беріңіз. Бірінші болмаса екінші рет, үшінші реттен де жыныстық қатынасқа кіруге болу мүмкін. Ол әркімде әртүрлі, және соған бір көп уайымдамау керек. Уайымдамаңыз, себебі өзіңізге уақыт беріңіз, ол сіздің ең бірінші болатын енді рет, бірінші рет болған соң. Енді не айтатыным, қыздарға да жігіттерге де. Қыздық, мысалы, ол көбісі қан болады деп айтады, оның қаны болмауы да мүмкін. Ол қазіргі кезде наука, жалпы медицина тарапынан бәрі білетін зат, қанда болмауы да мүмкін. Себебі қыздық, ол өзі тартылады, және де ол өзімен өзі ашылып қан болмауы да мүмкін. Әркімде әртүрлі қан болады деп, осыған тек осылай бір күмәнданып жүрмеу керек. Окей? Енді ең соңғысы айтатыным, бірінші жыныстық қатынаста қыздар бастаған соң жыныстық қатынасты бірнеше, мысалы, күн өтсін, немесе бір апта өтсін, немесе келесі күні де болады, өзіңді қалай сезесіз, бірнеше күннен кейін сіз гинекологқа көрінгеніңіз дұрыс. Себебі сіздің бірінші жыныстық қатынас қалай өтті. Жалпы сізде осмотр жасасын гинеколог. Соған да сіз бір өзіңіздің денсаулығыңызға кішкене бір үлесін қосып, өзіңізді қаратып, бір жақсы гинеколог дәрігерді тауып, сонымен достасып жүргеніңіз дұрыс. Осы видео, осы тақырып сізге пайдалы болды деп үміттенемін. Сұрақтарыңыз болса, маған инстаграмға жазылып, соған дайректке жазыңыз, немесе имейл, почтаға сұрақ жазыңыз, және де комментарий жазыңыз. Соны ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, оны талқылайық. Рахмет.